Қазақстан оппозициясының үйлестіру кеңесі Назарбаев Тоқаев жүйесін құлату үшін және өз жақтастарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ұяшық жүйесін енгізді. Бұл ұйымдасқан күрестің ең тиімді әрі қауіпсіз тәсілі. Ұяшық деген телеграмда құрылған шағын топтық чат. Бірақ кез келген адамды топқа қоса салу болмайды. Ұяшықтың мүшелері бірін-бірі танитын, қолдайтын, қорғайтын сенімді адамдар болуы қажет. Кейбір адамдар үлкен чат ашып, кім көрінгенді қосып, кейін өзара қырылысып, бірін-бірі сатқын деп айыптап жатады. Бұл қате тәсіл. Ұйымдасу сапамен, сенімділікпен, тәртіппен жүруі тиіс. Кей азаматтар ұяшық құрудан қорқады. Олар билік бәрін бақылап отыр деп ойлайды. Бірақ ұяшық бұл жасырын әрі қауіпсіз чат. Сіздің ұяшық ашқаныңызды сіз, штаб және сіздің сенімді деп ұяшыққа қосқан адамдарыңыз ғана білетін болады. Көпшілігі ұяшық құру ашық күрес деп түсінеді. Шын мәнінде ұяшық құпия әрекет ететін топ. Режим халықты қорқыту арқылы менің әрекетімнен ештеңе өзгермейді, қолымнан түк келмейді деген ойды санаға сіңірген. Бұл психологиялық шектеу. Бірақ шын мәнінде егер әркім өз айналасында шағын ұяшық құрып, ұйымшылдық танытса, халықтың күші артады. Ұяшықты қалай құрамыз? Ұяшықты бір адамда құра алады. Телеграмда чат группа ашыңыз, чатқа штаб өкілдерін қосыңыз, бір ай ішінде кемінде бір сенімді адамды қосыңыз. Топта кемінде 2-10 адам болуы керек. Ұяшыққа штаб өкілдерін қосу арқылы штабқа тіркеліңіз. Ұяшықтар халық қозғалысының қозғаушы күші, бейбіт революцияның негізі, ұйымдасқан қарсылықтың орталығы, режимді құлатудың тиімді жолы. Мақсатымыз Қазақстан бойынша 4000 ұяшық құру. Әр ұяшықта орта есеппен 5 адамнан есептесек, бұл 20 мың көшбасшы. Астана мен Алматыда 100 мыңнан, ал басқа қалаларда 10-20 мыңнан адам митингіге шыққанда Назарбаев Тоқаев режимі құлайды. Режим құлаған соң ұяшықтың әр мүшесіне $200 мың төленеді. Төлем көздері ұлттық резервте $105 миллиард, Назарбаевтан тәркіленген активтер $300 миллиард. Төлемді режим құлағаннан кейін 30 күн ішінде уақытша үкімет жүзеге асырады. Ұяшық құр, режимге қарсы тұр, болашақты өз қолыңа ал. Алға Қазақстан!